қазір біз мына орындығымыздың өлшемін аламыз. Қысқаша қыздар, бізге мынандай лента қажет болады. Және де орындығымыздың өзі. Ең басында мына спинкасының арқа жағының төбесін өлшейміз. 48 болып тұр. 48 болса, мына жағынан былайынан ағашы мінекей былайынан жалпайып соғылған ба, бір басқаша қылып істелінген. Сол үшін біз осына жалпақ жағынан аламыз қыздар. 50 болып тұр мінекей. 50 болған үшін мына тігіске 1-1 сантиметрден 52 қылып аламыз төбесін. Енді мына үстіңгі киілетін чехолымыздың ені 52 болды, солай шештік. Енді қазір мына жағына тыға отыра. Тықпасақ, онда 2 сантиметр артық қылып аламыз қайтаруына. Артына түсіреміз. 146 сантиметр қылып алдық. 146. 52-ге 146. Ал енді мына жерін көрсеңіздер, ағашы өте жалпақ. Оның жалпақтығы 5 сантиметр екен. 5,5, үсті 5,5, яғы 5. Осының жаңағы қағазымызға, я клинкімізге қойып, бетіп сызып аламыз. Бұны бөлек тігеміз, қыздар. Бөлек пішіп, құрастырамыз. Солай шештік. Енді мына орындығымыздың плюс қылып, тек үстінен 47, мына жағын 48 екен, мына жағы 50 екен. Тігіспен 52 қылып аламыз, кейін мына жағын алып тастаймыз. Бірақтан да біз былайынан ойлап таптық. Мынандай силиконымызды қойып, бетіне қойып сызып алып, осымен стеганый велюрымызды пішіп алып отырмыз. Мынаның беті стеганый велюр, астында антискользящий, тайып кетпейтін подклады бар. Мынандайынан жасаймыз. Осындай кофейный ақшыл бежевый түстен. Өзінен сәл темныйлау болып келеді. Өте әдемі, керемет болып көрінеді, қыздар. Бұл көктелген велюр, турецкий. Матаның сапасы өте керемет. Енді мінекей көріп тұрғаныңыздай, тек қана мына бетімен мына жағына кішкене уыстан жалғаймыз. Мына велюрдан. Мастер-класстан ұзамаңыздар, соңына дейін көрсеңіздер түсінесіздер. Ал мына үстін жай однотонный матовый велюрдан жасаймыз, қыздар. Енді қазір пішуін көрсетейін. Ал құрметті көрермендер, біз қазір пішуге кірісіп жатырмыз. Мінекей, біз жаңағы сызып алған, мына орындығымыздың бетін сызып алдық. Осылай қылып беттестіре отырып, екі жағы теңестіріп, матаны да бүктей отырып, мінекей, мына жерде біз шамамен, қыздар, 1,5 метр стеганый велюрдан осындай, мінекей, мына орындығымыздың осындай қылып бетін пішіп алып жатырмыз. Мінекей, қараңыздар. Анау трафарет арқылы. Енді біз есептеуіміз бойынша, міне 15 штук орындыққа 2,70 қой матамыздың ұзындығы. Мінекей, 15 штук осындай шығады екен. 52 сантиметрден. Былайынан 47. 47, барлығы 141. 141-де 2,70 велюрдан 15 штук сидушка шығады екен. Мінекей, мынандайдан 15 штук сидушка шығыпты. Содан біле беріңіздер, 52-ге 47 сидениясы сондай орындыққа 1,5 метр стеганый велюр ағыл тегіл жететінін. Осыны айта кетейін. Одан кейін айналасына біз 7 сантиметрлік полоска жалғаймыз, ұзындығы 132. Енді 170-тен міне ұзындығынан 132-ні алғанда 138 қалып тұр. Сонда тең ортасынан бөлгенде
2 полоска шығарады екенбіз, 2 орындыққа. Сонымен барлығын есептегенде 56 шамамен 60 сантиметр. Мына 1,41 сантиметрге тағы 60 сантиметр қоссақ, айналасына, мына айналасына тігіп шығатын полоскамызды қиып алуымызға болады екен. Общий барлығына 2 метрде 1 сантиметр кетеді екен. Осы барлық орындығымыздың үстіне тігетін жаңа чехолымызға почти 2 метр мата кетеді екен. Мінеке, құрметті көрермендер, біз осылай кішкене артығымен сызып аламыз. Тігіске де орын қалдыра отырып. Ешқандай ысырапсыз матамызды пішіп алуға тырысамыз. Мата ысырапсыз пішілсе жақсы. Ешқандай мынандай кесінділер қалып қойып жатыр, қыздар. Өзіңізге керек размерде есептей отыра алсаңыздар матаны, осылай дәлме-дәл қылып пішіп алуыңызға көмек береді. Бұл енді түсінікті ғой, міне қиып алып жатырмыз. Қазір осыдан біз 16 штук шығаруымыз керек. Мен сізге жай ғана 15 штукты есептеп шығарып көрсеттім мына жерде, қыздар. Бізге 16 штук керек. Енді мына жерде 141-ден 15 штук шығарып отырмын, 52-ге 47 қылып. Содан кейін полоскама 56 сантиметр керек екен. 2-ге 70-те 56. Ол 16 штук полоска шығару үшін. Мінеке, қиып алдық. Ашып көрсек. Қазір енді осыны стульчигімнің бетіне төсеймін. Орындығыма төсеймін. Сәл артық қылып алдық, қыздар. Тігісіне. Осылай орындығымыздың үстіне жата қалады. Енді мынаның астына қазір полоскамызды тігеміз. Айналдырып, содан артына байланатын қылып бау байлаймыз. Үстіндегі спинкасына киілетін чехолы бөлек. Оның мастер-классын соңына дейін көрсеңіздер. Қазір оны да бір чехолды пішкенімізді көрсетеміз. Мұқият болыңыздар, өзіңізге керек лайфхактарды түйе отырыңыздар. Пайдалы ақпараттар болады. Ал достарым, біз енді спинкасына көшіп жатырмыз. Спинкасын пішіп алдық. Однотонный осындай керемет ворсты бар, тамаша. Однотонный кофейный бежевый түсінен велюрдан, қыздар. Енді қараңыздар, біз басында сіздерге өлшем бойынша 52 деп аламыз деп айтқан едім. 52-міз кең болды, қыздар. Мінекей, екі жағынан салбырап кетті. Сол үшін біз қысқартықта 50 қылдық. Міне, екі жағын тігіп аласыздар. Білесіздер, мына жағынан бастап тігесіздер. Міне, мына жағынан бастап тігеміз. Міне, астынан үстіне қарап тігеміз. Сол кезде тең болады. Сосын ұшын былайынан қайтарып аламыз. Сол кезде міне былайынан ұшы ішіне кіріп тұратын болады. Мінеке, әдемі болды. Енді осының астына резинкасын салатын жерін 1,5 сантиметрден қайырып шығамыз. Одан кейін мына жеріне сәндік элементін жасайтын боламыз. Қараңыздаршы, керемет болды. Мінеке, тігісі мына жағынан, мына жағынан жанынан көрсеңіздер, сәл енді кеңдеу, өйткені мына жағы жалпақ болғандықтан, мына жағы сол бас жағына қарап істелінген, қыздар. Енді асты резинка болса, астын қысып қалады. Мінеке, резинкасын осылай 1,5 сантиметрден резинканың орнын тігіп аламыз. Бірақтан да, қыздар, резинканы салмаймыз.
Одан алдын жаңағы сандық элементімізді тігіп аламыз, кружевамыздың коронасын. Содан кейін бар резинкасын саламыз. Сол кезде әдемі болады. Мастер-класты ұзамаңыздар, соңына дейін көріп, өзіңізге керекті пайдалы ақпараттарды түйіп алсаңыздар болады. Ал құрметті достар, біз мінекей біздің стульчигіміздің үстін біз трафарет қылып пішіп алғанбыз. Айналасына 7 сантиметрлік мінекей осындай полоскалер қиып алғанбыз. Мінекей 7 сантиметрлік. Сөйтіп осылай қылып айналасына тігіп шығамыз, қыздар. Міне айналдырып, міне мына жағына дейін. Осы мына жер біткен жағына дейін осылай ең бірінші қыздар F4 пен тіке тігіске саламыз. Мінекей. Бірден оверлокқа салмаймыз. Оверлок бүріп тастайды екен. Міне, оверлок бірден бүреді, қысқартып тастайды екен, қыздар. Сол үшін бірінші тіккеніміз оверлокпен бірінші сала салып едік, бірден болайық деп. Онымен тартып бүріп тастады, сөгітіп, бір жұмысымыз 3-4 жұмыс болып кетті. Сол үшін на заметку сіздерге айта кетейін, ең бірінші тіке тігіс F4 пен тігіп аласыздар. Содан кейін барып оверлок па, зигзаг па, қандай өзіңіздің машинкілеріңіз бар, соған салбағаныңыз дұрыс екен. Мінекей, тегіс әдем болып тігіліп тұр, көрдіңіздер ма? Өйткені міне оверлокқа кейіннен салғанбыз. Енді біз мынандай 4 сантиметрлік осыған түстес однотонный велюрымыз бар, міне матовый. Содан 4 сантиметр қылып қиып алдық. Инемен тоқтата отыра, қыздар, сызып алып, тегіс қылып мінекей қиып алдық. Енді бұны бірінші мына жағынан тігіп шығамыз, міне осылай. Содан кейін барып қайтарып астын көктейміз. Мінекей, қыздар, осылайша міне ернектерін, шеттерін көктеп, міне әдемі қылып көктеп шығасыздар. Кейіннен мына артық жерін әдемілеп қиып тастайсыздар. Міне әдемі болады сол кезде. Көрдіңіздер ме? Мінекей, қыздар, біз тіке тігіске салып болған соң, міне енді оверлокпен шеттерін обработка қыламыз. Мінекей, құрметті көрермендер, енді біз мына сыртын, мына шетін осылай міне артықтауға баласыздар. Мінекей, осылай бірінші тігіп кете бересіздер, жіңішке қылып. Жаныр. Мінекей, мына жерге келгенде осылай, қыздар, қайыра отырып, не бұрыш шығарасыздар. Көрдіңіздер ма? Мінекей. Осыны түсірейінші бойына. Тек қолым түссін. Енді не, оңнан ба? Өтіріктік ватсын, е, пока. Мінекей, қыздар, біз енді осы жерде қарап алсаңыздар, міне былайынан қайырдыңыздар ғой, енді осы мына жермен жүресіздер, сол кезде білінбей қалады. Бұрын біз мына жағынан тігетінбіз, енді олай қылмайсыздар. Міне, осы мынан ернегімен жүріп отырасыздар, сол кезде тігіс білінбей қалады. Кейін артық жерін қиып тастайсыздар астын. Оны лайфхактың соңғы сәттерінде көрсететін боламын. Достар, біз енді мына орындығымыздың спинкасына келдік. Әдеттегідей біз Хюррем Султанның кружевадан ойып алдық, на коронасын. Ойып болғаннан кейін
Мінекей мына жақты өлшейміз. Содан кейін міне мына жақтар тең болу керек. Барлық орындықтардың чехолын бүйтіп түзеп аласыз. Міне мына төбесін тауып аласыз. Содан кейін осы төсегеннен кейін мына жағын бірдей қылып, бәріне солай қылып. Мысалы, неше мына төбесі? 10. Барлық чехолдардың төбесіне 10 аласыз, ал жанынан 15,5, е? Екі жаны. Ан жағында көрсет, 15,5, міне, осылай қылып аласыз. Енді осыны инемен тоқтатасыздар. Бірінші тоқтатып болғаннан кейін қолыңызды ішіне тыға отыра, әдемі тегіс жату керек. Деп түзе жібересіз. Содан не осындай болады. Міне 1, 2, 3, 16 чехол жасап жатыр қыздар. Міне орындығы былай болды. Стёганый велюрдан жасадық. Міне астын осылай көктеп шықтық. Астары өте керемет, тайып кетпейтін антискользящий эффекті бар. Енді бауларын байлаймыз қазір. Міне дәл осы орындығымызға тігіп жатыр. Көрдіңіздер ме? Құрметті қыздар, осылай отдельно болсын деді жаңағы клиентіміз. Өйткені қонақ келгенде мен мынаны алып тастаймын, спинкасы көрініп тұрсын деді. Ал қыздар, енді біз орындығымыздың атласовый бауларын дайындап аламыз. Сетінеп кетпеу үшін неке зажигалка я сіріңкемен күйдіріп аламыз шеттерін. Мен мынандайдан 2 қылдым жұқасынан, жеңішкесінен 50-50 сантиметрден 2-ден 16 орындығымызға 32 штук шығардым. Ал мынандай үлкендеуінен мынау 2,5, мынау 4 екен. Ені 4 сантиметр. Бұдан да 2-ден 32 штук шығардым 2 жағынан. Мастер-класстан ұзамаңыздар, мына жалпақ лентамыз қай жағынан қай жеріне жалғанатынын айта кетеміз. Жеңішкелері қай жағына жалғанатынын айтамыз. Қазір біз коронамызды тігіп шығайын деп отырмыз қыздар. Әуелден резинкасын таққан жоқпыз әлі. Бірінші коронасын тігіп алған абзал екен. Алдыңғы чехолымыздың спинкасын, резинкасын таққаннан кейін қиынырақ болды тігу, өйткені резинканы тартып отыру керек, ол жинап, матаны жинап отырды. Бұда енді резинкасын әлі қадамай, тартпай отырып, коронамызды әдемілеп орнына тігіп алуды жөн көрдік. Сіздерге де солай кеңес береміз. Неке инемен тоқтатып алған коронамызды шет жағынан осылай жүріп отырамыз. Неке қыздар, осылай тігіледі. Негізі клеевая паутинамен да істеуге болады, бірақ біз тігеміз. Өйткені жуылады бұл, міне, қимылдамайды, көрдіңіздер ме? Бір орында қатып қалған, тамаша болып тігілді. Міне бағанаға айтып кеткендей, мына жақтан 10 сантиметр, мына жақтан 15,5 сантиметрден алып отырып, дәл ортасына мінекей қадап алсаңыздар, күшті әдемі болып көрінеді. Ал сіздерге сәттілік тілеймін. Осы мастер-класстан қандай да бір өзіңізге кішкене болса да пайдалы ақпарат алған болсаңыздар, қол қорқақ, көз қорқақ, қол батыр дейді, керісінше. Қорықпай бастап көріңіздер. Үйіңіздегі любой бір орындыққа осылай тігіп бастаңыздар. Бастап көріңіз. Мінеке құрметті менің көрермен қыз-келіншектер, біз спинкамыздың міне коронасын қыстырып болған соң, әлі резинкасын өткізу ғана қалды. Содан бөлек артқы жағына міне алды ғой. Артқы жағына осындай лентаны тігіп алдық мінеке. Ол барып міне мынаған байланады. Мынау сидушкамыздың алдыңғы жағынан, міне артынмен барып, бұлай
столдың жаңағы орындығымыздың астынан барып мына екеу кездесіп байланады. Міне осы расчетпен осылай екі лентамызды тіктік. Ал мына екі шетінен қыздар міне мынау спинкасы жағынан астына барып екеуі мына жерінен байланады. Мінекей осы жерінен екеуі байланады. Мына жағы келіп жаңа спинкасымен байланады. Сонымен дым қимылдамай тастай батып қалады. Жабысып қалады стульчигіміздің орындығымыздың бетіне. Қазір сіздерге анықтап көрсетейін. Мінекей құрметті мен көрермендерім, біз мына жерінен жаңа айттым, шетінен, екі шетінен бауымызды қадап, мына жерге байладық. Ал мынау артынан, міне мынау әрі резинкіміз тартқан жоқпыз. Міне артынан тігіп, мына алдынан тігілген неуен астына байладық. Міне осылай астынан байлап тоқтатып қойдық. Бұл енді дым қимылдамайды. Біріншіден біз 7 сантиметрлік полоскамыз мына аяқтарының әдемі алтын неуелерін жаппайды. Жаңа ұстаның істеген кескені ойған ағашты сәндік элементін жасаған ғой енді олда. Соны жапқан жоқпыз. Және де екіншіден біздің орындығымыз полностью жабылып тұр. Міне кірлеуден, майланудан, түрлі жаңа дақтардан сақтап жатырмыз. Мына спинкамыздар, мінекей қараңыздар, мынау резинка болады. Өйткені мына жеріміз кең болғандықтан, мына жер тар болғандықтан біз резинка салдық, бірдей қылып. Жақсы киілетін болды. Қазір резинкамызды өткіземіз. Міне бәрі осы жерден келіп мынау байланатын болды. Мынау неге спинкасынан байланады? Өйткені столымыздың мына жері ашық емес. Мына жеріне өткізіп, мынаған қадайтын ек қой. Қадай алмаймыз, сол үшін мына жағынан әкеп қададықты, ал мына жағын былайынан тоқтатып қойдық. Осы жағын былайынан тоқтатып қойдық, ар жақ қарап қараңыздар. Жылжымайды мынау. Көрдіңіздер ма? Әнекей. Ал енді қазір сіздермен ақырғы видео отчетпен бөлісетін боламын. Резинкасын енді тағамыз.